Всем здравствуйте. Біздер грамматикалық темалар менен біргелікте разговорный темаларды да бірге алып барамыз. Сондай разговорный темаларымыздың ішінде біреу погода, темалардың біреу погода. Бұны мен сіздерге түсіндіріп өтуім керек. Басқа разговорный темаларымызды дайын методический материалдарымыз бар. Негізінде погоданың материалы да бар дайын, бірақ түсіндіріп өтетұғын моментлеріміз бар. Погода. Что такое погода? Погода дегеніміз қарақалпақ тілінде хауа райы. Хауа райы. Хауа райын рус тілінде қалай сұрайды? Какая сегодня погода? Погода деген сөзіміз женский родтағы атлық болған үшін сұрауды женский родта береміз. Бүгін хауа райы қандай? Енді ойланып көріп, қарақалпақ тілінде сондай сұрау береміз ба? Бүгін хауа райы қандай дейміз ба? Бүгін хауа райы қалай? Көбінесе сондай қылып береді. Енді қараң, хауа райын суретлейтұғын сөздердің тізімін бердім, жазып қойып бар. Солнечная, құяшлы, облачная, бұлтлы, холодная, суық, салқын, теплая, жылы, жаркая, ыссы, дождливая, жауынлы, прохладная, салқын. Рус тілінде хауа райын айтқан уақытында мәселен, какая сегодня погода деп сіздерден сұрап қалса, мынандай жауап берсеңіз болады. Сегодня солнечная погода. Бүгін құяшлы погода. Негізінде құяшлы демейміз, бүгін күн қандай дейміз? Ашық деп айтамыз. Күн ашық десеңіз, беймәлел солнечнаяны пайдалансаңыз болады. Погода деген сөз женский родта болған үшін алдындағы суретлеуші сөзіміз женский родта тұрыпты. Бірақ көбінесе разговорный русскийда погоданы айтқан уақытында қысқа ғана жауап беруге болады. Негізінде біздердің қарақалпақ тілімізде де сондай. Когда на русском языке мы говорим о погоде, вы можете просто отвечать кратко, как и в карақалпақском языке. Например, когда мы спрашиваем на карақалпақском языке, бүгін хауа қандай, хауа райы қандай деп отырмаймыз, дала қандай деп сұраймыз. Сөйтіп, жауап беретін адам не дейді? Суық, ыссы, жанып тұр деп айтамыз. Рус тілінде де тап сондай қылып қысқа ғана жауап беруге болады. Например, сегодня солнечная погода, бүгін құяшлы погода, ямаса сегодня солнечно. Бүгін ашық, яғни просто ашық хауа райы. Әтібар берген болсаңыз, хауа райын суретлеуші келбетлігіміз, тарифлеуші дейміз ба? Мына жерде уже келбетлік емес, рәуіш болып тұрыпты. Не үшін рәуіш? Себебі біздер даладағы болып отырған хауа райындағы жағдайды айтамыз. Хамеуа жағдайды айтатын уақытымызда біздер рус тілінде рәуішті іслетуіміз керек. Сіздерге аңсат болу үшін, һәм түсінікті болу үшін мен келбетліктерді рәуіш формасында да жазып қойдым. Яғни, рус тілінде погоданы сұраған уақытында қысқа ғана жауап беруді үйренуіңіз үшін. Солнечная, сегодня солнечно. Сегодня облачная погода, сегодня облачно. Или вы просто можете сказать облачно, и все, когда у вас спрашивают о погоде. Холодная, холодно, теплое, тепло. Сегодня тепло. Или просто на улице тепло. Мәселен, сегодня солнечно деми, например, на улице тепло деп жауап берсеңіз болады. Яғни дала жылы. Так, жарко, дождливо, прохладно. Бұлар енді болып тұрған жағдай. Енді біздерде хауа райында өзгерістер болып тұрады, жауын шашын дегендей. Соны қалай айту керек рус тілінде? Снег идет. Қар жауып жатыр. Какая сегодня погода? Бүгін хауа райы қандай? Қар жауып жатыр. Снег идет. Ямаса идет снег. Беймәлел. Дождь идет. Жауын жауып жатыр. Так, самал есіп тұр. Ветер дует. Ямаса дует ветер. Гром гремит. Шақмақ шағып жатыр. Так, шақмақ деппен
гүлдірмама гүлдірлеп атыр дегенді білдіреді. Енді хауа райының біздерге тәсірі қандай болады? Қатты суық болса тоңамыз, қатты ыссы болса ысылаймыз, ысылап кеттім, болмаса тоңып кеттім деп айтамыз. Ол да бір погодаға тиесілі жағдай деп ойлаймын, һәм соның үшін жазып кеттім. Мәселен, мен тоңып тұрпан деп айта жақ болсаңыз рус тілінде, мне холодно. Ысылап кеттім дейтін болсаңыз, мне жарко. Енді біздер мен қатты тоңып кеттім, мен қатты ысылап кеттім дейтін болсаңыз, беймәлел мына жерге очень сөзін қосып жіберсеңіз болады. Яғни, мына сөздердің тәсірін күшейтіп береді. Бұл погоданы сіздерді сұраған кезінде жауап беруді үйреттім. Соның менен бір уақытта өздеріңізді беймәлел сұрасаңыз болады. Мәселен, енді біздерде ондай бір сөйлескенде не алғанда, хауа райының ахметі жүдә күшті емес. Мәселен, Англияда ол бір үлкен тема. Чай ішіп отқанда, не отқанда, сондай бір тема болып есептелінеді. Біздерде жүдә бір ахметке ие болмаса да, беймәлел сіздер хауа райы хақында да айта алуыңыз керек, һәм сұрай алуыңыз керек. Я очень надеюсь, что вам было интересно. На сегодня это все. Если у вас есть вопросы по теме погода, или, может быть, по моим объяснениям у вас возникли какие-то вопросы, можете смело задавать в комментариях, написать. Я по мере возможности буду отвечать. Бүгінгі погода темамызға соның менен болғаны, бері жақ информация. Егер де сіздерге қандайда және қосымша мағлұматтар керек болса, ямаса менің беріп жатқан мағлұматымның ішінен қандайда бір қызығушылықтар пайда болған болса, беймәлел комментарияға жазып кетеміз. Һәм мен сол комментарияға мүмкіншілігім барынша, қолым тигенше жауап беруге харекет қыламын. До свидания.